достар, бүгін сіздермен бірге жас тоқтының етінен пісірілген картоп дайындаймыз. Ол үшін бізге картоп, жас тоқтының еті, пияз, сұйық май керек. Картошка өзіміздің огородта өскен таза, ешқандай дәрі қосылмаған таза картошка. Сұйық майымызды құямыз, көбірек қып құямыз. Сұйық майымыз, сонда картошкамыз дәмді болады. Оны кішкене ысытамыз майымызды. Орташа отқа қойып, әдемілеп қызартып қуырамыз. Міне. Етіміз әдемі болып қызарып қуырылып жатыр. Енді әдемілеп қуырылғаннан кейін пиязымызды саламыз. Міне осылай етіміз қып-қызыл болып әдемілеп қуырылды. Мінекей әдемілеп осылай қуырамыз. Сәті картошкамызды жаңағы суға салып, крахмалын шығарып алдық. Енді жаңағы сүлгіге төсеп, кішкене кептіріп аламыз. Құрғатып кептіріп аламыз картоплымызды. Картошкамызды саламыз. Әдемі қуырылған етіміздің үстіне картошкамызды саламыз. Оны тұздаймыз. Үстіне тұзын сеуіп, орташа отты әдемілеп пісіреміз. Картоплымыз әдемілеп қызара бастады. Мынандай қызыл әдемі қабық қызарып пайда бола бастады. Соны жайлап жақсылап астын үстін қозғаймыз. Оттарыңызды орташа отта, қатты басып тастауға болмайды. Қатты басып тастасаңыздар, онда картоптарыңыз әдемі қызармайды. Міне достар, бүгінгі картошкамыз дайын болды. Қызарып піскен мінекей. Мынандай әдемі картошка дайын болды. Енді ыдысқа салып жей берсек болады.